бір жерлестеріміздің үлкен тойы болып, сол тойға біз абыка ретінде келдік, жұрт қошаметтеп тұрып қарсы алды. Столда отырсам бір әп-әдемі жап-жас қыз отыр екен. Бәрібір түріне қарап тұрсыз ғой енді. О баста көзге түсіп тұр ғой Қарақаттың сол кезде түрімен, иә? Жоқ, адам сосын Қарақат ханымда бір көргеннен өзі көз тоқтатып қарайтын сұлу келіншек қой. Бір сұлулықтар болады, суық. Бір сұлулықтар болады, тартымды. Сосын мен Қарақатқа қарап отырдым. Тағы да қыздар отырды. Әп-әдемі қыз екен деп ойладым. Оның маған әдемілігінен гөрі жылылығыма бірдеңесі ұнады бір басты назарымда. Сосын ол келіп өзіменен автограф сұрады бір үзіліс кезінде. Сізді жезқазғаннан осындай ағамыз ретінде сыйлаймыз, жақсы көреміз, құрметтейміз деп автограф жазып бердім де сұрадым, кім боласың деп. Ол осында консерваторияға түстім, бірінші курсымда. Сол жерде домбырамен тамада шақырып өлең айтқызды. Қарақатты. Қалған жаңағы жап-жас қыз деген қалған шырқап тұрған кезде пуф деп қалдым. Одан сайын жүрек дүретті дейсіз ғой. Иә. Сосын ойладым, осы қыз негізі менің әйелім болады-ау деп ойладым. Ешкімге айтқан жоқпын бірақ. Бірден іштей шешіп қойдым. қойдыңыз. Сосын барып келдім да, бір ретіген кезде жақындадым да айттым, сіз шығарып салсам бола ма деп. Ол айтты, мен апаларыммен бірге келдім, сол апаларым бірге қайтам. Болмайды деді. Онысы да ұнады. Содан кейін барып, әйтеуір сұрастырып біліп алдым, консерваторияның жатақханасын тұратын. Содан сол күніме сағат түнгі 12-ге бірдеме уақыт қалған кезде мен тойдың бәрін бітіріп, сол жатақханадан келіп іздеп тауып алдым. Астынан сұрап. Бәрекелді. Содан кейін екеуміз 3-4 жылдай ағалы қарындасты болып жүрдік, тіптен қолымыздан ұстаған жоқпыз бірімізді. Сөйтіп менің өзім пәтерім болатын. Гастролға кетерде жаңағы подругаларыммен келіп тұра қойын, өзім жатақхана тұрдық қой енді. Менің пәтерімде енді душ бар, не бар, кухнясы бар, өзімше. Сонда Айгүл Елішбаева бәрі бірге оқыды олар. Сол подругаларыммен келіп тыстап кетем. Сөйтіп жақын араласа бастадық. Содан кейін мен АБК-ның концерттеріне алып кететін болдым оны. АБК-ның концертінің алдында ол дәстүрлі әндер айтатын. Ол бір жағынан халыққа дәстүрді насихаттау керек болды, өйткені бізге концерттер тола болатын. Оның өзіне тәжірибе керек екенін ұқтым. Бірақ сіз сол уақыт аралығында әлі ұсыныс жасаған жоқсыз. Жоқ. Сонда неше жылдан кейін жасаған жоқпын, өйткені мен оның жаңағы жалпы мінез құлқын байқауым керек болды. Бірден. Мінез құлқын байқауым керек. Қаншалықты біздің мінезіміз үйлеседі жалпы. Ол үшін жол жүру керек болды. Ол үшін осындай концерттер, бізді анталаған қыздардың бәрін көрді ол. Біз үйленген кезде әбден мен шешім қабылдап көзім жеткеннен кейін, өйткені үйлену ол жауапкершілік үлкен дүние. Ол менің болашақ балаларымның анасы. Мен сөйтіп қарадым басында.